Қайырлы күн әріптестер, біз бүгін «Жас маманның зергері» атты подкастымыздың 3-ші шығарылымындамыз. Ең алғашқы подкастта Жанна Өмірбек қызы өзінің тәжірибелерімен бөліскен. Енді бүгін жас мамандардан, яғни бізден келіп түскен сұрақтар бар. Осыларды қойсам, Жанна Өмірбековна. Қайырлы күн. Ең бірінші сұрағымыз: білім беру стандарттары мен құжат жұмыстарын жүргізуде қандай кеңестер бересіз? Жалпы білім беру стандарттары менен құжатты жүргізген кезде біз әрқашанда мемлекетіміздің Қазақстан Республикасының заңнамаларына және де білім министрлігі тарапынан шыққан бұйрықтарға негізделе отырып жұмыс жасауға міндеттіміз. Ең бірінші, біз қандай жұмыс жасасақ та белгілі бір заңнамаға сүйеніп, оның үлгісі болады, талабы болады, қалай жасалатын, соны ескеріп, соған сүйенуді дағдыға айналдыру керекпіз. Себебі оған сүйенбей өзіміз жаңағы біреуден алған бір құжаттардың негізінде жасай берсек, үлкен қателікке ұшыраймыз. Мысалға алайық, КМЖ жазу, оның өз бұйрығы бар, 130-шы бұйрық деп айтып жатырмыз ғой. Мысалы, КМЖ-ның алдында КТЖ, күнтізбелік тақырыптық жоспарлау, оның өзінің жаңағы 130-шы бұйрықтың ішінде тарауы болады. Сол тарауға негізделе отырып КТЖ-ны жасаймыз. КТЖ-ны жасағанның өзінде бізде мынандай бір үдеріс қалыптасқан, біреуден бір ала салу, сол КТЖ-ны пайдалана салу деген, дайын нәрсені көшіре салу деген, ол біреу өзіне лайықтап, өзіне жеңілдеп өзгерте салады да, біз келіп содан сол мұғалімнің ұшыраған қателігіне екінші біреу барып ұрынады. Сондықтан да арнайы сайттар бар, жаңағы УБА деген Ыбырай Алтынсарин академиясы сайты бар. Содан кейін жалпы не нәрсені әдістемелік нұсқаулық хатқа, соның одан негізінде және соның ішінде барлығы жазылып тұрады. Қай сайттарға сілтеме, жаңағы қай жерден нені алу керекпіз деген, осыларды міндетті түрде алып отыру керекпіз. Енді мені КМЖ ғой өзі әр мұғалімнің күнделікті құжаты, КМЖ, КТЖ, енді келіп тіптен біз БЖБ, ТЖБ дейміз ғой, бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90 бойынша жиынтық бағалау, осылардың өзінің барлығы белгілі бір бұйрықтар негізінде жүзеге асырылады. Яғни қай пәннен қанша, 90-да қанша БЖБ алыну керек, деген сияқты жаңағы сағат санына байланысты. Соның бәрін ескеріп отыру керек. Тіпті одан, мысалы, бері қарай келсек, емтихандардың жүргізілуі, оның өзінің әрқайсының бұйрығы бар. Мысалы, біздің пәніміздің ерекшелігіне қатысты қазақ тілден барлық жаңағы 5-тен 11-ге дейін сыныптар барлығы қазақ тілі пәнінен емтихандар тапсырады, жыл соңында қорытынды. Осының өзінің әрқайсының бұйрығы бар. Мемлекеттік емтихандар қандай бұйрық негізінде жүзеге асады деген. Жаңа айтып өттік қой, бөлім бойынша бағалау, 90 бойынша жиынтық бағалаулардың барлығы осы бұйрықтар негізінде. Енді мұғалімдерді тіпті аттестациядан өткіңіз келсе, біліктілігіңізді көтергіңіз келсе, қандай бұйрық негізінде көтересіз, осының барлығын ізденіп, оқып, мына бұйрық негізінде былай істеу керекпін, былай істеу, мынауым жетіспейді екен дегендей, мынаны қате жасап жатырмын екен дегендей, солай бұйрықтарға негізделу жұмыс жасауға міндеттіміз баршамыз. Жақсы, оны біліп жүретін боламыз енді. Енді тағы бір сұрақ: оқу нәтижелеріне жетуде нені қадағалайсыз? Және де осы нәтижеге жету жолында дидактикалық материалдардың маңызы қандай? Жақсы. Сабақ мақсатына жету деген жалпы ол үлкен еңбекті, үлкен ізденісті қажет етеді. Бір сабақтың өзі жаңағы мақсатқа жету үшін шындап келгенде бірнеше күннің еңбегі, ол енді тәжірибемен сен жылдар бойына сабақ бере келе жетесің ол нәтижеге. Енді ең бірінші нәтижеге жету үшін біз нені білу керекпіз? Сабақтың мақсатын жете білу керекпіз. Мысалы, қазақ тілі пәні ол жаңағы тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым және әдеби тіл нормалары. Жаңағы мақсаттан не бізді талап етіп тұр, нені талап етіп тұр сабақтың оқу мақсаты? Соны негізге ала отырып, жаңағы көздейсіз, жоспарлайсыз,
және де жаңағы айтып өткен дидактикалық материалдарымызды да соған сәйкесінше іріктеу керекпіз. Енді мысалы әдебиет болса, көпшілік жас мамандар мән бере бермейді, немесе шын мәнінде толық біле бермейді, ашылып жүре бара тәжірибемен меңгереді. Мысалы түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру деп жаңағы мақсаттың негізіне қарай нәтижеге бағыттаймыз, жоспарлаймыз, әдіс тәсілдерді соған сәйкес іріктейміз. Осының мысалы үшін біз бірінші сабақта әкеп жаңағындай сен сот талдауын жасай ғой деп айта алмаймыз, иә? Мысалы дидактикалық материалдар өздерімізге жасап қоямыз ғой. Ол жаңағы көбінесе анализ және интерпретацияға мысалы жақсы талдауға берсек балаларға, иә? Не болмаса жаңағы көпіршік диаграммасы менен сен мынаны салыстыра ғой деп екінші сабақта анализ және интерпретацияда берсек, мұғалім не айтып отыр дейді, ол жаңағы бағалау мен салыстырудың баланың өзінің пікірі берілетін сабақта берілетін дидактикалық материал дегендей, иә? Сондай әр дидактикалық материалды, мысалы біз тестті аламыз да, қай жерде біз оны апарып анау үшінші сабақта көбінесе тестпен қорытындылаймыз деп жатады, иә? Мен мысалы үшін негізінде тестті жаңағы түсіну және жауап беруде тест ең бірінші ол жеңіл тапсырма болып саналады. Сондықтан сондай алғашқы сабақтарда тест мысалы алып қорытындылап алған жөн. Осылай әр мақсатты жақсы білсеңіз, әр пәннің ерекшелігіне қатысты соған сәйкес дидактикалық материалдарды ойланып іріктеп алсаңыз өзіңіздің қоржыныңызға, сол сарынмен оқушыларды қалыптастырып сабақтың мақсатына жету тиімді болады, жеңіл болады. Сонда әр ұстаз, әр жас маман өзіне бір дидактикалық әрекетті қалыптастырып, соған байланысты жүріп отырса, сабақ мақсатына жетеміз, иә? Сонда педагогикалық қоржын дейді ғой, әдістемелік қоржын дейді, педагогикалық қоржын дейді, мұғалімнің лабораториясы дейді, өзінің жаңағы бір оқулықтар ма, карточкалар ма, кесте сызбалар ма, сондайларды мұғалім өзіне белгілі бір мақсатқа лайықтап жинай берсе, сол сіздің сабақтың мақсатына жетуге оңай көмекші құрал болады. Рахмет. Енді әр жас маманға осы педагогикалық қоржынын толтырып отыруды тілейміз. Сіздің де педагогикалық қоржыныңыз таусылмасын, әдіс тәсілдеріңіз көбейе берсін. Рахмет. Сізге бүгінгі сұхбат үшін рахмет айтамын, Жандәурен Өмірбекова. Өзіңізге рахмет. Келесі кездескенше.